Ассаламағалейкум. Prado сатылымға шықты. 95 коробка автомат. Қазір сыртын толығымен түсіріп шығайын. Сүйегі аман. Артындағы запаскасын алып тастадық, бірақ саласа болады, ол бар. Сыртқы состояниесі осындай. Қазір ішінде бәрін толығымен оталдырып түсіретін боламын. Ауылға, шаруаға, қожалыққа іздеген жандар болса, міне ең жақсы вариант. Астыда көріп тұрсыздар, қандай биік. Дөңгелектері жап-жаңа, қыстығы да бар. Ішін көрсетем, оталдырып көрсетем. Толығымен химчистка жасатылған. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай жылға тым жақсы вариант. Ішінің толық состояниесі осындай. Третий ряд сиденье бар. Яғни қаланың ішіне де, жүк тасымалдағанға да, шаруаға да таптырмас вариант. Мен перекупщик емеспін, өздеріңіз білесіздер. Бұл көлік туралы айтатын болсам, яғни 3 жылдай бізге қызмет атқарып келе жатқан көлік. Бұл жет ABS-тің датчигін өшіріп салған ручниктікі. Ручник былай істеп тұр. Оны өшіріп салған жет, ол қажеттілігі жоқ деп санап, осы күйінде сатайын деп жатқан жайым бар. Қазір енді химчисткасын ішін көрсеттім бәрін. Мұны үстінде потологы да бәрі жақсы жағдайда. Бұл көлікті енді андай өздерінің әкелеріңізге, ағаларыңызға, шаруада жүрген, қожалықта жүрген кісілер болса, сондай жандарға арналған көлік. Оталып тұр. Ол химчисткада жасағанбыз. Моторды көріп тұрсыздар, сағат сияқты істеп тұр. 2.7 объемы. Мынау кір болып тұр, бұға мән бермеңіздер. Қатты бұлайнан. Көзге тиетін жаман заттар жоқ бұл. Рамасы бәрі түгел. Өте жақсы жағдай. Артында шаруаға істеп тұрған парковна дейін бар. Оригинал. Май жемейді. Ешқандай тамып тұрған, міне оталып тұр көлік. Астын көрдіңіздер ғой, тап-таза. Кондер істеп тұр. Френ заправленный полностью. Пеш ыстық. Мен даже қазіргі кезде де жартылай ғана болсам. Жалпы жағдай осындай. Алам деушілеріңіздер хабарласыңыздар. Таптырмас көліктердің бірі осы. Өзімізге 3 жыл қызмет еткен көлік. Тас, тау, жол таңдамайды. Жүрісі де жайлы, ешқайқа тартпайды. Ходовкасы полный рост жасалған. 4 амортизатор ауысқан, пружиналар ауысқан. Өздеріңіз естіп тұрған боласыздар. Бір артық алтын-сылтын жоқ. Артық звуктары ештеңке жоқ. Тағы айтам, мыналарды өшіріп тастауға болушы еді. Оның қажеттілігі жоқ. Оны алам деген адам жасатып алады. Бәрі істеп, бәрі жұмыс жасап тұр. Алам дейтін жандарға таптырмас көлік. Қытайдың көлігін жамандамаймын, енді Қытай неге ұрынғаннан гөрі осындай сенімді көлік алыңыздар. Тағы айтам, бұл көлік бізге 3 жылдың шамасында қызмет атқарды.